Таңның атысымен әбетке не пісірем, кешке не пісірем, кеше анан пісірдім, бүгін нан пісірдім деген әртүрлі ойлармен түскі асқа дәл осы индийский мантыны дайындадым. Енді дәмін айтып жеткізе алмайсың. Өте керемет болып шықты. Ең алдымен осындай малдың майын қосып, қызғаннан кейін бірден жуасын салып, жақсылап қуырып аламын. Одан кейін оның үстіне етімді салып, тағы да жақсылап жарты сағаттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосуды ұмытпаңыздар. Етіміз әбден қып-қызыл болып қуырылғанша помидоры мен болгарский перецін дайындап қойдым. Бұның бәрі міндетті емес, үйіңізде бар көкөністермен жасай берсеңіздер болады. Енді әдемілеп бәрін бір қазанда жақсылап қуырылғанша қамырын илеп дайындап аламын. Ол үшін тауықтарымның свежий жұмыртқаларын алып келдім. 2 жұмыртқаны бірден қосатын боламын. Бұл индийский мантының қамырын қатты қылып илеп, жұқа қылып жазасыздар. Дайындап болғаннан кейін жарты сағатқа демалуға қойып, дәл осындай қылып жұқа қылып жайып, кішкене мәдениеттілікпен щеткамен жақым келіп еді, онымен сызылып тұрғанды түсінбегесін дәл осылай қолмен жағып шықтым. Еттің қамыры сияқты дайындалады, тек бетіне осылай май жағып қоясыздар. Картошкасын ең соңынан салып, суын құйып, 30-40 минуттай қайнатамыз. Енді дайын қамырымызды дәл осылай бірінен соң бірін барлығын жайып салып шығамыз. Арасы ешқандай жабысып қалмайды. Ровно 30 минутта пісіп, осылай дайын болып шығады. Сақтап алып, сіздерде осы бір ерекше тағамды жасап көріңіздер. Парақшам өте пайдалы, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бізге ас болсын.